Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін қыстық салат жабатын боламыз баклажанмен. Менің каналымда көптеген қыстық салаттың рецептісі бар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Керек ингредиенттің барлығын описанияда видеоның астына қалдырып кететін боламыз. Ең алдымен осында 2 бас пиязымызды майдалап турап аламыз. Сәбізімізді мен осында лукарескаңыз жоқ болса, теркадан өткізсеңіз болады. Қызыл тәтті перісімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз дайындап. Сосын мен баклажанды алдын ала кубиктеп тұзды суға салып қойдым. Чесногымызды турап алдым, петрушкамызды, сосын помидорымызды 4-5 майдалай турайтын боламыз. Қазанымыздың астын жағып, 1 кесе майымызды құйып, май қызған соң, турап дайындап алған пиязымызды қызартып қуырамыз. Қызарған соң, сәбізімізді салып, тағы да 5 минуттай қуырып алатын боламыз. Қуырылып болған соң, қызыл тәтті бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, қуыратын боламыз. 5 минут жеткілікті. Сосын ащы бұрышымызды салып, араластырып, тағы да қуырып алатын боламыз. Алдын ала турап алған тұзды судағы баклажанымызды бір таза суға шайып жіберіп салатын боламыз. Бұны да тағы 5-10 минут қуырып алатын боламыз. Төрт бұрышты етіп туралған помидорымызды саламыз. Сосын лавровый листімізді, турап алған чесногымызды, тұзымызды татымына қарай. Сосын мен 1 бокал қант қосамын. Қант қосқан себебім помидордың қышқылдығын алып, бір тәтті дәм беріп тұрады. Бұның барлығын жақсылап араластырып, баяу отта пісіретін боламыз 40-45 минуттай. Әдемі болып қайнап тұру керек. Пәс отта укроп немесе петрушкамызды салып, тағы да 5 минут қайнатып алатын боламыз. Осы кезінде тұзымызды көрсеңіздер болады. Тұз аз болса, тұз қосып, тағы да 5 минут қайнатып жіберіңіздер. Банкілерімізді стерилизациядан өткізіп, қайнап тұрған кезінде банкімізге құйып, 70% уксусты 2-3 тамшы тамызып, банкілерімізді жабатын боламыз. Баклажанмен жасалған қыстық салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецептпен менде 6 литр шықты. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер.